Сәлем достар, Ойлантап көз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ойындарды тауып көр деген ойынды ойнайтын боламыз. Бар жоғы 35 сұрақ, ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, мені қолдай кетіңіздер. Ал енді бірінші ойынымызды тауып көріңіздер. Бұл ойын өте танымал PUBG Mobile ойыны болып табылады. Енді келесі кезектегі мына бір ойынымызды тауып көріңіздерші. Бұл ойынның аты Among Us деп аталады. Мына үшінші ойын қалай аталады? Бұл ойын Slay the Spire деп аталады екен. Бұл ойынды ойнап көргендер бар ма? Комментке жаза кетіңіздер. Ал мына ойынды ешкім әлі ұмыта қойған жоқ шығар, иә? Өте танымал қызықты ойын Subway Surfers ойыны болатын. Келесі ойынымызда балалық шағымыздың ностальгиясы болып табылады. Бұл әрине Minecraft ойыны. Осы ойынды ойнағандар бар ма? Алтыншы сұрағымыз, бұл қай ойын болды екен? Бұл ойын Call of Duty Mobile ойыны болатын. Бұл Stardew Valley ойыны болатын. Келесі мына бір ойынымызды дәл табасыздар деген үміттемін. Бұл әрине Angry Birds ойыны болатын. Сіздер бұл ойынды жақсы көргенсіздер ме? Кулинария саласында өте қызықты ойын Cooking Fever деп аталады. Бұл ойынды өзім өте жақсы көріп ойнайтын едім. Fruit Ninja ойыны. Бұл ойында ностальгия ойындардың бірі болып табылады. Бұл Genshin Impact деген ойын. Ойынды дұрыстап алдыңыздар ма? Бұл Downwell ойыны. Бұл ойынды ойнағандар бар ма? Келесі 13-ші сұрағымыз. Marvel Snap деген ойын болатын. 14-ші ойынымызды дұрыс таба алады ма екенсіздер? Бұл Sky Children of the Light ойыны болатын. Енді 15-ші сұрағымыз. Бұл The Room деп аталатын ойын, ең атақты ойындардың бірі. Бұл ойын Roblox деген ойын, ең атақты ойындардың бірі болып табылады. 17-ші сұрағымызға назар аударыңыздар. Бұл ойын League of Legends деп аталады. Лига Легенд деген ойын. Ойын Standoff деп аталады. Бұл ойынды ойнағандар бар ма? Ойынымыздың жартысынан көбін тауып қойған екенбіз. Енді 19-ші сұрағымыз. Call of Duty деп аталады. Ал мына ойын сіздерге таныс па? Бұл Old Mare ойыны болып табылады. Бұл ойынды өз басым ойнаған емеспін. Сіздер ойнағансыздар ма? Ойын Mindustry деп аталады. Келесі сұрағымыз.
мини метро ойыны болып табылады. Мына ойынды ойнап көрдіңіздер ме? Бұл ойын Sonic Forces деп аталады. Достар, сіздер қазір телефоннан осындай мобильді ойындарды ойнайсыздар ма? Жалпы ұнатасыздар ма? Комментке өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. 4-ші сұрақтың жауабы Plants and Zombies болатын. Енді мына ойынды тауып көріңіздер. Бұл Clash Royale ойыны. Бұл ойынды да көптеген адамдар ойнаған болатын. Бұл Geometry Dash деп аталады. Енді 27-ші сұрағымызға назар аударыңыздар. Brawl Stars деп аталатын ойын. Сіздердің қазіргі таңдағы сүйікті ойындарыңызды комментке жаза кетсеңіздер де болады. Shadow Fight деген ойын. Енді 29-ші сұраққа назар аударыңыздар. Бұл Stumble Guys деген ойын. Бұл ойынды ойнағандар бар ма? Ал мына ойын сіздерге өте жақсы таныс шығар. Hill Climb Racing деген ойын. Мына ойын менде болмады деп айтпаңыздар. My Tom деген ойын немесе Говорящий Том деген ойын болатын. Bad Pigs. Мына ойынымыз қандай ойын болды екен? Бұл Red Ball деген ойын, яғни қызыл доп деген ойын. GTA San Andreas деген ойын болып табылады. Осы ойын менің ең сүйікті ойындарымның бірі болатын. Ал енді ең соңғы сұрағымызға назар аударыңыздар. Mortal Kombat деген ойын. Бұл ойынды мен ойнап көрмеппін. Осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі келесі видеолар бұдан да қызықты болады. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің маған деген қолдауларыңыз өте маңызды және мотивация болып табылады. Әрбір жазылып жатқан жазылушы үшін алғысымды білдіремін. Сонымен қатар описание бөлімін оқуды да ұмытпаңыздар. 500-ші подписчикке менің арнайы сыйлығым бар. Сол себепті де белсенді болсаңыздар жақсы болар еді. Достар, сонымен қатар келесі видеода қандай тақырыптағы ойын ойнағыларыңыз келеді, соны жаза кетсеңіздер болады. Ал ендеше қош сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.